Assalomu alaykum. Salomatsizmi, hurmatli studentlar? GM Salomatsizmi. Hoş keldik. Salomatsizmi. Salomatsizmi? Bugun bizde sınıf saati. Sınıf saatinin taqribi tabiat bilan odam umri birlikda. Sınıf saatinin maqsadi tabiatni qo'rg'ov, saqlov, qajetligi turali o'y ынта туг'ызу, туган жер tabiatna деген сүйіспеншілігін арттыру, табиғаттағы сұлулықты көре білу, эмоцияға әсер ала білуге, өз ортасында сымбатты да шыныққан тұлға болуға баулу, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Табиғат адамдарға берілген үлкен сый. Табиғатпен адам егіз ұғым. Табиғаттан адамдар таза ауа жұтады, бойларын сергітеді. Табиғат деп тау тас, өзен, көл, орманда айтамыз. Адамдар табиғатқа серуендеуге шыққанда тазалық сақтамайды. Жерге қалдықтарын шашып, табиғатқа немқұрайлы қарайды. Сосын экологияны өз қолдарымен жасайды. Айналаға қарашы, қандай керемет, жазда жап-жасыл, күзде сары, қыста ақ көрпе жамылады. Көктемде табиғат өте әсерлі болады. Ағаштар бүршік жарып, аңдар ұйқысынан оянады. Табиғатты қадірлей білмеген адам болмайтын шығар. Біз табиғатты сүйеміз, аялаймыз. Табиғат бұзылса, біздің көңіл-күйіміз де бұзылады. Күн жылы болса, адамдардың жаны жадырайды. Адам мен табиғаттың арасындағы махаббат шексіз болу керек. Адамдардың табиғатсыз күні жоқ. Мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Табиғат пен адам егіз ұғым. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ. Табиғаттың оны айтатын тілі жоқ. Табиғат тіршілік көзі. Табиғатты қорғау біздің парызымыз. Оның әрбір әсері үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес. Жыл мезгілдерін өзгеруде табиғатты одан әрі әсерлендіреді. Әрбір жыл мезгілдері әрқилы, 4 жыл мезгіл 4 түрлі ғажайып күй сыйлайды. Табиғат бізге көп әсемдігін, таза суын, көк аспанын, будақ бұлттары мен мөлдір суын береді. Таудан аққан өзен суы, жасыл шөптің сылдыры және әр нәрсеге бізге әсемдік береді. Табиғаттың ғажайып әсемдігін көз алдына елестете тұрып, өзің бір керемет сезімге бөленесің. Табиғаттың бар әсемдігін, бар кереметін, оның әрбір әсерін сөзбен де, жазумен де жеткізу оңай емес. Оның керемет көрінісі жаныңды тербетеді. Бұлттары мақтадай, шөптері кремдей төселген. Табиғатты аялау әр адам үшін маңызды. Себебі адамда табиғаттың бір бөлшегі. Таразы басында екі қымбат нәрсе. Бірі табиғат, бір адам. Бірі жеңіл тартса, таразы аударылады. Демек, адам мен табиғат егіз ұғым. Бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Сондықтан табиғатты аялап қорғауымыз қажет. Табиғатты аялау дейміз ау. Осы бір сөздер парақ жүзінде асқалы көп болған сізде де біздер білеміз. Өзіміздің салықтарымыздың нәтижесін көріп те жүрміз. Оған дәлел талай адамдардың дерті болып тууы, ауа райының үлкен өзгеріске ұшырауы, 4 мезгілде болатын құбылыстардың бір күнде болуы, табиғат анамды денсаулығына нұсқан келген қинала отырып мойындаймыз. Ақын ағаларымыз табиғатты өлең тақырыптарына көп арқау салып әнеткен. Табиғатта сезімде құлақта бар, ренжістен қайғырып жылап талар, аяласан жанына шуақ тамар. Ата мекен жанға жайлы сая ба, әр алдында күнә болар табиғатты аяла. Қанымызға сіңген екен сүті менен анана, туған жердің табиғатын аялау. Сұлу дала, мені сүйген өлкемсің, жаны жайсан жаратылған ескемсің. Қандай жақсы қазақ боп туылғаным, о туған жер тамашасың, көркемсің. Табиғатты қорғау үшін бәріміз күресеміз, бір-бір ағаш және гүл егейік. Текке отырмай жасамыз бен кәріміз, таза ауа үшін терімізді төгейік.
Ашық болса менің байтақ аспаным, туған жерім бітпейтін модастаным. Тыныштықты қалаймын өмірде бұл, керегіне басқаның. Туған жерім өзіне не жетеді, далам мені мәпелеп тербетеді. Құшағында ең алғаш перзенттерім, балғын жырым бұлақтай селдетеді. Оған әрине өсімдіктер экологиясы жатқызуға болады, иә? Зиянды жәндіктер өлкеміздің фаунасына кері әсерін тигізеді. Қаншама ну ормандардағы ағаштар кесіліп, табиғат апатынан, күннің ыстығынан, жанғыш заттардың толық өшірілмеуінен жасыл ағаштарымыз азаюда. Мұнай қалдықтарының әсерінен балықтар, итбалықтарымыз өліп жатыр. Адамдардың өмір сүру жағдайларының, олардың денсаулықтарына деген әсері ежелден байқалды. Алайда тек 20-шы ғасырда адамзат көптеген аурулардың тікелей атмосфера араластануымен, кір ауысуымен, және сапасыз азық-түлікпен байланысын байқаймыз. Экологиямызға кері әсерін тигізетін ол көлік. Көліктен шыққан улы газбен тыныс алудамыз. Елімізде көлік саны жылдан жылға өсуде. Экологиямызды тек қана қоршаған ортаға кері әсер ететін факторлар ғана емес, сонымен қатар өзімізде ластаудамыз. Өзімізді және болашақты қорғайық. Өзінен басқа, соңына басқаларға сенен үлгі алады. Тіршілік атаулының бар арманы ауа. Бұл тақырыпты бастамас бұрын, құрметті студенттер, сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Кім табиғат туралы өзінің пікірін айтады, ойын айтады? Табиғат дегеніміз не? Мақсат, сен не айтасың? Табиғат дегеніміз бізді қоршаған орта. Адамдар тіршілік етіп отырған ортағы. Табиғат дегеніміз адамның табиғатпен тығыз өмір сүреді. Дұрыс айтасың. Тағы кім қосары бар? Мен айтып кетсем бола ма әлі? Айта ғой, Абылайхан. Табиғатты қорғау дегеніміз ол ауаны ластамау, жан-жануарлармен ортақ тіл табу, өзен суларды таза ұстау. Сол. Дұрыс айтасың. Тағы кім қандай қосары бар? Мен де айтып кетейінші, жалпы табиғатқа ауа, су, өсімдіктер, хайуанаттар, құстар, балықтар жатады. Дұрыс айтасың. Балықтар, өсімдіктер. Жалғастырамыз, жақсы. Табиғат байлықтарының ішіндегі тіршіліктің атауы нөміріздегі ауа. Иә? Тіршілікте не дейсіз ғой? Ең қымбат. Тіршілікте адам қымбат. Сен қымбат. Ал адамға ауа қымбат бәрінен. Ауа қымбат, алатұғын дем қымбат. Расында да ауадан қымбат еш нәрсе жоқ. Адам бар, жоғы 1-2 минут қана дем алмай тұра алады. Сондықтан дана халқымызда ауадай қажет деген сөз бар. Тіршілік көзі су. Табиғаттың көркін ажарландырып, жер бетін саялы баққа айналдыратын байлық көзі су. Пәк табиғат тозып жатыр жыл сайын. Өзімізді асыраушы табиғаттай ананы азаматты қарнымен аялауға тұру керек. Табиғат байлығы өсімдік. Табиғат байлығының бір тобы жер бетіндегі әдемі өсімдіктер. Олар туралы біз не білеміз? Өсімдіктер ағаш табиғатымызды түрлендіріп тұрған түкті кілем сияқты. Халқымыз өсімдік, өмір өзегі деп алып, одан қамқорлығын еш аямаған. Әкеме мал қалғанша тал қалсын деп көрнекті сөз сон айғағы. Құстар табиғаттың көркі. Табиғаттың сәні де әні де қалықтай ұшқан құстар. Олардың әсем әндері бойымызды балқытып еріксіз еліктіреді. Олар біздің қанатты достарымыз. Олар табиғат сақшылары, егістіктің бау бақшаның сенімді серігі. Сондықтан
бата алмас құстарды қадірлеп құрметтеген. Олар батыр ұлдарыны сұңқарға, сұлу қыздарын аққуға теңеген. Қазақтар құстарға қарап ауа райында болжай білген. Құс жүнін үрпітсе, жаңбыр жауады, ауа райы өзгереді. Сары шымшық ысқырса, шынымен күз болғаны. Қарға қарқылдаса, қар жауады. Жыл құсы қаптап кетсе, көктем ерте келеді. Көкек қатты әрі жиі шақырса, күн жылыйды. Сауысқан шақылдаса, қонақ келеді. Табиғаттың сұлу мүсіні көрікті келбетті жануарлар. Халқымыз ежелден ақ жануарларды көзінің қарашығында аялап қамқорлыққа алған. Өте жақсы. Біз табиғаттың тамаша туындыларына саяхат жасадық. Табиғат ана адамзат баласына бар қажет нәрсенің барлығында берді. Ол бізге дем алсын деп ауа берді, ішсін, бар қажетіне жаратсын деп мөлдір су берді. Ғажайып жасыл әлем сыйлады, арман тоғайымыздың әдемі болсын деп. Құсы мен әдемі андарын берді. Қысқасы, біз өмірге қажетін бәрін табиғат анадан алады екенбіз. Ол қандай мейірімді, қандай дархан. Кем болса да жүрегінде дәл сондай қайырымдылыққа, мейірімділікке толып тұр. Олай болса, табиғат анадан үйренген мейірімділігі бір бөлігі болып табылады. Қорыта келе, аспанымыз ашық болсын, аспанды тортырламасын, тоғайын аң мен құсқа толсын, су таза болсын, өзен, көл, теңізі балықтарға толсын, орман қызыл, жасыл гүлдерге толсын, күн жарық болсын. Осымен сынып сағатымыз біздің аяқталды. Сау, саламат болыңыздар. Қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз.